Карлтонның 17-ші этажында бізде фотосессия болып жатқан. Жанымда Салтанат, Досекең бар. Мысалы, мен айтайын, автокөліктерді сатқан кезде біз сол сияқты базарда жүріп, миллион тауып жүрген бауыр қандастарына тәжірибелері бар. Сондай кісілерге барып, мысалы, семейден болуы мүмкін. Бизнесті бастаған кезден бастап өзіңіздің түйген ойларыңызды немесе бір ақылыңыз болса, сонымен бөліссеңіз. Жақсы, мен осы айттым ғой, 17-ші жылдан бастап білім қуалап сол бизнес бастауға барған болатын. Содан бастап өте көптеген аудиториямен араластым. Мысалы, біз Кифо бизнес мектебі менторымыз Қайрат Құдайберген мырзамен бірге жұмыс істедік, белгілі бір уақытқа дейін. Сол кезде Ритц Карлтонның 17-ші этажында бізде фотосессия болып жатқан. Жанымда Салтанат, Досекең бар. Сол кезде бізге Қайрекеңнің айтқан бір сөз есімнен кетпейді. Қандай? Мен осы қазақ жігіттерінің көтерілгенін қалаймын, және де олардың да осындай қымбат жерлерге келіп, жақсы киім киіп, жақсы көліктермен жүріп, жақсы зәулім үйлер болған қалаймын деп. Осыған байланысты мен сұрағым барды. Жаңа айтыңыз қымбат киімдер деп, бірақ қазақта бар ғой, үнемдеу керек, ысырап жасамау керек деген. Сол ысыраппен жақсы өмір сүрудің тонкий грань болады, соны қалай асып кетпеу деген сияқты. Өте жақсы сұрақ. Ортаға байланысты айтатыным, қазір Қайрат Құдайбергенмен араластық, Арманжан Байтасов, Марғұлан ағалардан, Марғұлан Сейсенбаев ағамыз. Қазір мен өзім Давлатов мырзадан, Сайтмұрат Давлаттан білім алып жатырмын. Осы жерде менің түйгенім, түсінгенім, қазақ аудиториясы біз біраз артта қалып бара жатырмыз. Неге? Өйткені сіздің сұрағыңыз бойынша мысалы жауап беретін болсам, орта адамға тікелей әсер етеді. Орта адамға тікелей әсер етеді. Мен өйткені оны, мысалы мен айтайын, автокөліктерді сатқан кезде біз перекупщиктердің ортасында жүрдік мысалы. Перекупщиктер деген машиналарды алып сататын. Ол жерде өте бөлек атмосфера. Адамдардың барлығы демалу, басқа қалалардан барып машина келіп тұру, машиналарды қалай сату, жөндеу, осы жайында ойлайды да. Потом жеке даму, мысалы, ондай жағын қарастырмайды. Жеңіл ойлайды. Енді мен сізге мысалы мынаны айтайын. Сол сияқты базарда жүріп, миллион тауып жүрген бауыр қандастарымыз да бар. Барахолкада жүріп, киім сатып, мысалы. Бірақ та олардың ой өрісі даммай қалды деп айтпаймын, бірақ бір ортаға байланысты да. Неге? Өйткені таңертең шығады жұмыстарына, келеді, киім-кешектерін, болмаса басқа заттарын сатады да, тауарларын. Сол арқылы пайдасын табады да, үйлеріне қайтады. Күнделікті бір күйбең тіршілік. Ал енді үлкен ортаға түскеннен кейін, бизнес ортаға түскеннен кейін, бұл жерде мысалы спортпен айналысу, қайырымдылық, адамдарға қайырымдылық жасап тұру, өзіңнің алған біліміңмен бөлісу, тәжірибеңмен бөлісу, осы туралы ойлайтын болдым да. Сондықтан да, мысалы қазір біздің Давлатов мырза өте жақсы бізге айтатын бір сөзі бар. Адам ешқандай тау өзінің көлеңкесінде тұрмайды мысалы. Ешқандай гүл өзі иіс шығарады да, ол иісін өзі қолданбайды. Сол сияқты сулар да өз суын, өзендерде, мысалы көлдерде ешқандай өз суын өзі ішпейді де мысалы. Оның барлығы мысалы адамдарға, болмаса табиғатқа қызметші, басқа жан-жануарларымыз бар, соларға қызмет ету үшін жаралған да мысалы. Сол сияқты да бізде адамдардың да біздің де өз миссиямыз бар осы өмірге келгендегі. Тек қана өзіміз ішіп жеп кету ғана емес, өзіміздің алған білім тәжірибемізбен және бизнесте алған тәжірибемізбен барлығымен адамдармен бөлісіп, неғұрлым сол бөліскен біздің ақыл кеңестеріміз егер бір бауырымызға, бір қандасымызға көмегі тиіп, оларды дұрыс жолға түсіріп, олардың болашағының қалыптасып кетуіне қандай да бір жағдай туғызып жататын болса, ол адамда ешқандай бір ақшамен болмаса жаңағы бір құндылықпен есептелмейтін нәрседе, мысалы құны бар нәрсе емес, өлшенбейтін нәрсе. Осындай жақсылықтарды көптеп жасап тұру керек деп ойлаймын. Содан кейін енді мына Алла қаласа өзіңмен кезігіп жатырмыз ғой, YouTube каналды қолға алсақ, содан кейін осы YouTube каналы арқылы болашақта мен ойлап отырмын, басқа
қалаларға шыққан кезде сол жерде біздің өзіміздің арамызда да Роберт Кийосакилар, Брайан Трейсилар, өзіміздің қазақтың бизнестің шыңына жеткен адамдарымыз өте көп. Бізге қазір инвестор болып отырған Жұмабек ағамыздың өзі мысалы біраз тәжірибесі бар, және де өзіңіз көрдіңіз ғой, біраз тәжірибесі бар, айтар жастарға дұрыс жолға түсіруіне, бизнесте жетістікке жетуіне көмектесуіне өте көп осындай жаңағы тәжірибелері бар. Сондай кісілерге барып, мысалы Семейден болуы мүмкін ол кісілер, болмаса Шымкентте болуы мүмкін, болмаса Балқаш жақта болуы мүмкін, Қарағанды жақта болуы мүмкін. Сондай кісілермен барып, жолығып, сұхбат алып, ол кісілердің тәжірибесін осы YouTube каналдар арқылы бөлісіп, халықпен жаңағы олардың осы видеоларды көру арқылы жіберетін қателіктерін алдын алып, болмаса өздерінің бизнестеріне осы ол кісілердің тәжірибесін қолданатын болса, бір үлкен жаңағы қоғамға тигізген пайдам болатын еді деп ойлаймын да. Бірақ біз оны қолдана білмейміз, немесе қате түсінеміз. Мысалы, «Магия утра» деген кітап бар. «Магия утрада» ол азанда ерте тұрып, даже адамдар ойлайды, мен азында ерте тұра алмаймын, ол мен үшін емес, мен дәл сол істерді істеймін, бірақ кешірек тұрып істеймін дейді да. Бірақ именно ол құндылығы сол азанда болып тұр. Бірақ оны біз өзіміз де білеміз ғой, ол кітапсыз. Өйткені бізде қазақтар бәріміз мұсылманбыз. Бізде адам тахаджуд намазын тұрғаннан бастап күн шыққанға дейін не істеу керек, қалай даму керек, оқу керек, немесе адам өзінің тілегі болса Аллахтан сұрау керек деген сияқты поэтапно бәрі жазылған, бәріміз білеміз. Бірақ оны сенеміз да, басқа бір аты шыққан кітапты оқимыз да, соған ой осындай екен ғой дейміз. Жоқ, өте дұрыс айтасыз. Бізде негізі мен кітаптардың ең ішіндегі құны жетпейтін кітаптың бірі ол Құранда. Құранда барлығы жазылып қойған, негізі барлық қалай болу керек, қалай өмір сүру керек. Бірақ біз адамдар айтып тұрмыз ғой, мен өзімде осы бизнеске келгенме, былайша айтқанда, осы нақты білім алып, білім қуып келгенме көп болған жоқ. Осы 1,5 жылдың шамасы ғана болды. Бірақ осы 1,5 жылдың шамасында оны мен былай айтар едім, жаңағы сіздің айтып отырған сұрағыңызға жауап мынандай деп. Орта өзгертеді. Өйткені расында да көп адамдар, мысалы, мұғалімдердің өз ортасы бар. Олар вообще басқалай ойлайды. Мысалы, балаларға қалай сабақ беру, ата-аналармен қалай жиналыс өткізу, мысалы, отчет директорларына беру, мысалы, жылдық отчеттан болды, осыны ғана ойлайды. Сол сияқты бизнесте де солай да, мысалы, әркімнің әр даму ортасы бар. Спортсмендеріміз болса, мысалы, олар өздерінің спорттық дәрежесін жеткізу жайлы, мысалы, ойлайды. Сол сияқты әншілеріміз де бар. Қазір әншілерімізді, мысалы, көптеген, мысалы, бүкіл Қазақстан таниды десек те болады, мысалы, бизнесмендерді олай көп ешкім танымайды. Неге? Өйткені бізге қажеті бар, дамуға керекті, мысалы, заттарды біз қарамаймыз. Көбінесе, білмеймін енді, әлеуметтік желілердің бір жақсы жағы бар, содан бір тағы жаман жағы бар. Ол қандай? Әлеуметтік желіні қазір ашып басаңыз, біреу ұрып кетті, біреу соғып кетті, ақшасын бермей кетіпті, авария болып қапты деген жағдайларды қараса көп просмотр болады, мысалы, адамдардың барлығында. Ал енді сізге мынаның пайдасы тиеді, мынаның білімді алып, осыны осылай қолдансаңыз, сізге пайдасы тиеді десе, ондай заттарды көп қарай бермейміз де, мысалы. Біздің осы қазір сізбен бірге сізде жанталасып видеоны жазып алайықшы деп келіп отырсыз ғой, мысалы. Осы видеоның өзі де көп просмотр жинайды дегенге мен аса нетпеймін. Бірақ та біз өз жағымыздан тырысуымыз керек, қоғамға пайдамызды тигізуге, өзіміздің тәжірибемізбен бөлісуге. Бұл сіздің бітірген мамандығыңыз екен, және де өзіңіз жақсы көріп істесеңіз, тоқтамай істей беру керек. Ешкім сөзіне қарамау керек. Тоқтамай істей берсеңіз, мен осы бизнес жолға келгенде де 3 рет банкрот болғанда да инвестиция тартам да минусқа кетем. Ең бірінші қазақтың спиннерін жасадық, қазақ спиннер деген жобаны, жанымда Салтанат бауырым, Досан бауырым, жаңағы Кифон осы құрған жігіттер болды. Соны барлығымыз жасаған кезде 12 миллион теңге минусқа кеттім. Қиындықтар болады.